Әйелі жоқ үй. Жасыл шатырлы үйдің егесі жүсіп ұзын бойлы, кең иықты келбетті кісі. Жасы 70-ті алқымдап қалған ол ешқашан жар құшпаған, бала сүймеген. Осындай өзі сұлу жүзді, өзі әнші, сирек кісінің неге өмір бойы үйленбей келе жатқан үлкен кісілер болмаса, жастар жағы біле бермейді. Інісінің бір қызын кішкентайынан бауырына басып өсірді. Оның әкесі де шешесі де бір өзі болады. Қыз бала емес пе? Назгүл кішкене күнінен көкесінің кіреукерлі көңілінен алаңдап өсті. Көкесі әлденеге күлімсіреп әндете бастаса, бұл елжірей бастайтын. Кішкене кезінде көкесі мұның шашына дейін жуып, тарап, өріп, ақ бантегін желбіретіп мектепке жіберуші еді. Ол кездері көп қыздың қолы жете бермейтін аппақ колготкиге дейін аудан орталығынан әкеп беретін. Назгүл кішкентай болса да өз шешесі мен көкесін жиі салыстыратын. Бір нәрсе сұрай қалса, дұрыстап жауап беруді де білмейтін. Мінезі шәлкестеу, шешесі мұны таяқтай жөнелетін. Салдық-салақ анасы қайнағасының үйі тұрмақ, өз үйін де дұрыстап жинай алмайтын еді. Есіктен төрге дейін шашылып жататын өз үйінен гөрі Назгүл көкесінің үйін артық көрді. Көкесінің үйі қашанда тап-таза. Әйелі жоқ үй демесеңіз, көкесі істің көзін таба біледі. Назгүлдің үсті-басы тап-таза, тамағы тоқ, көкесінің ықпалымен мектептегі сабағын да кілең беске оқыды. Бойжете бастаған Назгүлді көкем неге үйленбеген деген сауал жиі мазалайтын. Осындай қамқор, мейірімді көкесінің жалғыз жүргеніне өзінің ұл қызы болмағанына іштей күйінетін еді. Бірде көкесінің ескі альбомын қызықтап қарағаны бар. Сол кезде қап-қара шашын екі бұрым етіп өрген, көздері молдай қара, сұлу бір қыздың суретіне көзі түсті. Назгүл әлгі бейтаныс қыздың суретіне ұзақ үңілді. Әдемісін ай, бұл қыз көкеме кім болды екен? Кімнен сұраса екен? Назгүлдің көз алдынан әлгі альбомдағы қыз кетпей тұрып алды. Қыздың суреті біреуге көрсетіп кім екенін сұрап білгісі келгенмен ыңғайын таппады. Арада 2 күн өтті. 3-ші күні кешкі тамақтан соң Назгүл ескі альбомды тағы да қараңғасып отырды да, көке, мына қыз кім? Өзі сондай сұлу екен деп сұрады. Көкесі суретке жалт қарап, өңі бір түрлі болып, жай ғана ауылдас қарындасым Айғаным ғой, жас кезінде естелікке берген болатын деді. Назгүл бұдан әрі қазбалап сұрауға батпады. Алайда қыз жүрегі әлдебір құпияны сезгендей болып Айғанымның суретіне тағы бір қарады да альбомды жапты. Ертеңіне сурет жайлы беке сұраппын ғой, көкеме қиын болды-ау деп қатты өкінді. Себебі сол күні көкесі таңға дейін ұйықтай алмай дөңбекшіп күрсініп шықты. Жүсіп сол түні таңға дейін көзілген жоқ. Қызы Айғанымның суретін көрсеткен кезде-ақ жүрегінің түбіне пәлен жыл қатып қалған шері лықсып кеп тамағына тығылған. Жап-жас Назгүліне не айта алсын? Бұрындары жастау кезінде іштегі қайғы шерін әнмен сыртқа шығаратын. Жалғыз өзі отырып домбырамен халық әндерін шырқағанда қосыла алмай арманда қалған ғашығы сол баяғы жас күніндегідей көз алдына келеді. Аяғын еркелей басып, сыңғырлай күліп, қолаң шашының ұшынан ұстап өзіне наздана қарап тұратын Айғанымның бейнесі де ән аяқтала бере зым-зия жоғалатын. Ғұмырында тек соны сүйіпті. Бір сол үшін 20-дан енді асқан шағында азап тартыпты. Өкініш өзегін өртегенмен жастық жағы қайта келеме. Қайта оралса әкесі мен анасының сөзіне құлақ асып ал деген баршынын алып, ұл қыз сүйіп отырар ма еді? Адамның тағдыры анасының құрсағында жатқанда ақ жазылып қойса, оның әйелсіз ұрпақ сүймей өтуі пешенесіне жазылғаны да. Құдай басқа салды. Бұл көнді, көнбегенде қайда барады? Талай рет елден жыраққа көз көрмес, құлақ естімес жаққа кетіп қалғысы келген. Жүрегі құрғыр Айғанымды қимайтын. Оның аман саулығын біліп, сырттай болса да көріп жүргісі келді. Оның үстіне інісін де жалғыз қалдырғысы келмейтін. Анасы қайтқалы үлкен үйдің берекесі кеткендей болды. Үй уақытылы жиналмай, кір апталап жолмай үйіліп жатады. Бейшара анасы осы келіннің жаман қылықтарын жасырып келген екен-ау. Қалай дүниеден көшті, келінін де арташылды. Анасы барда үйінен қонақ арылмайтын еді. 40-нан кейін-ақ келіннің қабағына қарағандар келуді сирете бастады.
Енесі барда қайнаға деп сыйланғысып жүретін келіні келе-келе бар өнерін шығара бастады. Бір кесе кеспе көженің өзін төгіп шашып зорға беретін болды. Кей күндері тамақ істемей бүрісіп жатып қалады. Ондай күндері інісі екеуі қазан көтеріп балаларды тамақтандырып, төсектеріне жатқызатын. Әйелінің жаман қылықтарына төзбеген күні інісі оны сабап та алушы еді. Жүсіп араға түсіп жүріп екеуін айыратын. Інісін сабырға шақырып, шыдамды болсайшы, әйелінде ақыл болса анамыз барда-ақ елге сыйлы келіндердің қатарынан қосылар еді ғой. Сен мұны ұрып жеңе алмайсың. 4 балаңның анасы ғой, сабыр сақта. Құдай мен сияқты жалғыз қалғаннан сақтасын. Енді балаларың үшін бәріне көз жұма қара. Кешірімді бол деуші еді. Інісіне ақыл айтқанмен өзі туған үйіне анасының жылына дейін шыдады. Соқа басының сыйып жүргені тек анасының арқасы екен. Қабағы кіржиіп ашуланса балаларын таяқтың астына алатын келінімен алыстан сыйласпаса болмайтынын анық түсінген соң бөлек шыққысы келді. Әке-шешесі көзі тірісінде үлкен үйдің жанынан шағын үй көтеріп, төбесін жаптырып қойып еді. Басқа шифр табылмай сол үйдің шатыры жасыл шифрмен жабылған болатын. Көп өтпей-ақ сол ерекшелеу үйдің иесі Жүсіп атанды. Бөлек шығарында інісім мен келіне. Сендерден бір-ақ тілегім бар. Менің атыма Назгүлді жаздырып беріңдер. Өзім мәпелеп өсіремін. Алла бұйыртса оқытып өзім қолымнан ұзатамын. Туғалы өзім қарап келемін ғой деді. Аға, сіз не десеңіз сол болады. Назгүл сіздің қызыңыз. Алайда жалғыз өзіңіз ол үйде не істейсіз? Әлде үйленбек ойыңыз бар ма? Інісінің соңғы сөзін естігенде Жүсіп ашудан қып-қызыл болып кетті. Сенің есің дұрыс па? Маған кім тиеді? Әлде ағаңды кекетіп мұқатып тұрсың ба? Басқа білмесе де менің жайымды жалғыз бауырым сен білуші едің ғой. Жақып үндемей төмен қарады. Ағасын қатты ренжітіп алғанына өлердей өкініп қалды. Жазылмаған жарасын тырнап жіберіпті ау ағасының. Мұншалық ақымақ болар ма? Аға, ақымақ ініңізді кешіріңізші, кешіріңіз. Осы кезде есік ашылып, кішкентай Назгүл тоңпаңдап ішке кіріп, көке, жүріңіз, далаға шығайықшы. Мені атқа мінгізіңізші деді. Жүсіп Назгүлді тік көтеріп алған күйі сыртқа беттеді. Інісіне бұрылып та қарамады. Сол күні ол өзі мен Назгүлдің бар киімін, кейбір аса қажетті заттарды алды да бөлек шығып кетті. Екі үйдің ортасын тек ағаш шарбақ бөліп тұр. Назгүл екі үйдің еркесі, екі ортада ойнап жүреді. Бірақ көкемнің қызымын деп Жүсіптің жүрегін жібітіп, одан бір ел ажырамайтын болды. Жұрт та қызық қой. Жүсіптің жалғыз өзінің бөлек шығып кеткен біраз әңгіме етіп сан-саққа жүгірте бастады. Жүсіп бөлек шыққан күннің ертеңіне-ақ ауылдың сөзге үйір әйелдері бұл бекер емес. Оңаша үйде жалғыз еркек не істемек? Оның тамағын кім істейді, кірін кім жуады? Күйеуі қайтыс болған жібекпен байланысы бар-ау. Әнеу күні атарбасымен оның үйіне шөп әкеп бергені біреулер көріпті. Енді жібек те Жүсіптің үйін тазалап тамағын істеп тұратын шығар деп сырттай тон пішті. Біраз уақытқа дейін аңдығандары Жүсіптің үйі болды. Тіпті бір нәрсе сұраңғасып үйіне кіріп шыққандары да бар. Ертесіне-ақ Жүсіптің үйі туралы әңгіме ауыл ішіне желдей тарады. Ойбай, несін айтасыңдар? Жүсіптің үйіне Гүлсім барса тамақты өзі істеп жатыр екен. Үйінің іші тап-таза дейді. Ыдыс аяғына дейін жалтырап тұр екен. Әйелі жоқ үйге мүлдем ұқсамайтын көрінеді. Соған қарағанда оның үйін түнде біреу келіп жинап, кірін жуып береді-ау, әлде баяғы ғашығы ма екен? Кім білсін. Сол үшін жаса қор болып жалғыз қалған жоқ па? Бәлкім аяп көмектесіп жүрген болар. Бұл әңгіме көп өтпей Жүсіптің де құлағына жеткен. Естіп күліп қоя қалды. Кімнің аузына барып қақпақ қойсын? Үсті басын таза ұстауды, үй жинауды бала кезінен біледі емес пе? Әскерде жүргенде сүйген қыздарынан хат алып жазатын құрдастарына қатты қызғатын. Өзі әскерге дейін ешкімге ғашық та болмап, тек көршінің кекілді қызын сырттай ұнатып жүруші еді. Әскерден келген соң көңілімді білдіремін деп армандайтын. Бірақ күні інісіне хат алып әлгі көрші қыздың көрші ауылға күйеуге шығып кеткенін оқып, көп күндер мұңайып жүргені бар. 2 жыл 2 күнде болмай өте шығып ауылға сымға тартқандай таралып кеткенде
класстас қыздары танымай қалып еді. Өзі сымбатты, өзі әнші Жүсіп кімге көз салып жүрек сөзін айтар екен деп іштей бәрі де дәмеленетін. Жүсіп Айғаныммен ойда жоқта танысты. Бірде ауыл шетіндегі тоғайға барып атын тұсап жіберіп көк майса құрақта екі қолын жайып жіберіп шалқасынан түсіп сәулем-ай деп бар даусымен әндетіп жатқан. Бір кезде дәл төбесінен төніп тұрған жап-жас сұлу қызды көріп орнынан тұра алмай тыпырлады да қалды. Зорға дегенде оң қолымен жерді қармап тұрды. Дәл жанында бұрын көрмеген бейтаныс бейне. Қарақат көзі жәудіреп тұр. Жүсіп тілін жұтып қойғандай болып, жас сұлудың жүзіне қарап көп тұрды. Жүсіп әлі де қарап тұра берер ме еді? Үнсіздікті қыздың сыңғырлай шыққан дауысы бұзды. Әкемнің атын іздеп жүр едім. Шідерін үзіп кетіпті. Көзіңізге түспеді ме? Жоқ, деді Жүсіп, тұтық басы бар адамға ұқсап зорға сөйлеп. Ол өзі жүрегінің торға түскен торғайдай тыпырлап тұрғаны анық сезді. Есіл дерті мына тоғайға ешқашан көрмеген сұлу перизаттың қайдан келе қалғанын білу. Бір кезде батылданып қызға: менің есімім Жүсіп, мына ауылдың баласымын. Әскерден жақында келдім. Сен қайда тұрасың? Біздің ауылдан бұндай бұрын көрмеген сияқтымын. Мен мына бөлімшеде тұрамын. Есімім Айғаным, басқа ауылдан көшіп келгенбіз. Әкемнің жұмысына байланысты. Малдарымыз жерсінбей жүрме, жиі жоғала беретін болды. Жарайды, әкемнің атын табуым керек тезірек, деген қыз кетуге ыңғайланды. Жүсіптің қызы жібергісі жоқ. Жүр, бірге қарайық. Тоған жақта жүрген болар, деп жол бастай жөнелді. Айтса айтқандай, дәу төбел ат тоған жақта жайылып жүр екен. Айғаным бұған рахметін айтып атын жетелеп үйіне қайтты. Жүсіп біраз жерге дейін еріп барды. Ойы қыздың үйінің қай маңайда екені көру еді. Қыздың аппақ ашық маңдайы қос өрім етіп өрген ұзын шашы әсіресе жәудірей қараған мөлдір қара көздері Жүсіптің есінен күндіз-түні шықпайтын болды. Түнге қарай қызды әке-шешесі үйінен шығармайтынын біледі. Өзі бір үйдің әлпеш деген жалғыз қызы екен. Айғанымды тағы бір рет көрсем деген аңсар жүрегін қозғаған алапат бір сезім Жүсіпке ұйғы бермейтін болды. Оны белгісіз бір күш Айғанымды алғаш көрген жерге тоғайға жетелей беретін. Күн сайын тоғай жақта бір шарлап қайту әдетіне айналды. Жүсіп өзінің Айғанымға ғашық болып қалғанын ұқты. Қараптан қарап отырып күйзеліп еш нәрсеге зауқы сұқпай қалды. Есіл дерті Айғанымды бір көріп тілдесу. Бұл кезде жас қызды да махаббат жалыны шарпып жатқан еді. Көз алдынан көгалға шалқасынан жатып ән айтып айтқан Жүсіп кетпей қалған. Өзі сымбатты, өзі әнші жігітті ұнатып қалған сол күн-ақ сезген. Қайта көрсем ғой, тілдесем ғой деген ой Айғанымға маза бермейтін болды. Екі жастың тілеуі арада апта өткенде орындалғандай болды. Тағы да сол. Әкесінің аты Шідерін үзіп тоғайға қашып кетіп, аттың жоқ екенін көргенде Айғаным қатты қуанды. Жүрегі дүрсілдей соғып атты іздеген болып тоғайдың ішіне ене берген. Ол бүгін Жүсіпті көретініне сенімдеді. Ал Жүсіп болса дәл сол күні бозторғайдың шырылымен бірге оянған еді. Көзін ашқаны сол Айғанымның бейнесі келіп тұра қалды. Ойша қызбен тілдесіп төсегінде бір сағаттай жатты. Қиялын еткен жүйрік. Айғанымды үйіне келін етіп түсіргенін, апасының қолына кәмпит ұстап жүгіріп қуанып жүргенін, достарының келіншегінің сұлу жүзіне таң қала қарап қалғанына дейін көз алдына елестете бастады. Апасы таңға шай шақырғанда Жүсіп қиялымен ат үстіндегі Айғанымды қуып жетіп бетіне сүймекке ұмтылып жатыр еді. Таңғы шай үстінде әкесі бұған соңғы уақытта шаруаға қырсыз болып жүргенін ескертті. Жақын күндері қауынның да пісіп қалатынын, жұмыстың көбейетінін айтып тоқтаған әкесінің сөзі Жүсіпке баяғыдай әсер ете қоймады. Ол әлі Айғанымды ойлап отыр еді. Орнынан тұрып үйіндегі майда-шүйде жұмыстарын тез бітірді де тоғайға қарай құстай ұшты. Айғаным алғаш көрген жерде мұңая жан-жағына көз тастап отыр екен. Екі ғашық көзбен ұғысты. Тоғайда кездескен екеуі бір-біріне ұзақ қарап тұрып қалды. Бұл жолы Жүсіп батылдық танытып өзінің ғашықтық халін жеткізді. Айғанымға ынтызар екенін, қыз қаласа өмірлік жар ететін ұқтырды. Айғаным ұялып қызара төмен қарады. Тек сүйріктей саусақтарымен шыныр ағашын сипалай берген. Жүсіп қыздың қолының үстіне қолын қойып, сөзім сөз, сертім серт Айғаным, сенен өзгені жар етпеймін деді. Қыз жігіттің көзіне тік қарады, шын жүрегімен айтып тұрғанына сенді. Кенет өзінің жоқ болып іздеп жүргені еске түсіп,
тоған жаққа жүгіре жөнелді. Айғаным атын тапса да тоғайдан кеткісі келмей Жүсіпті қимай көп тұрды. Екі жас ертең кездесетін болып уәделесіп тараған. Ертесіне Айғаным да Жүсіп те тоғайға ат мініп келді. Екеуінің ойы ел көзіне түспей алысқа барып сырласу. Жүрегі жалындаған екі жасқа құстың сайрағаны да, жапырақтың сыбдыр қаққаны да, судың сылдырай аққаны да қуаныш. Ғашығының сыңғырлай шыққан үніне елтіген Жүсіпте ес жоқ. Дәл сол кезде Айғаным жердің шетіне кетейік десек те еріп кетуге даяр еді. Бір кезде анам іздер қалар деген Айғаным кетуге ыңғайланды. Жүсіптің ойы қыздың аппақ бетінен бір өбі. Ақыры шыдамай бұрыла берген Айғанымның бетінен бір сүйіп алды. Қып-қызыл болып ұялып кеткен қыз бетін алақанымен сипалап тұрды да есіне әлдене түскендей: "Осы сіздің руыңыз қандай?" деді. Менің руым, шалқып отырған Жүсіп өз руын мақтанышпен әндете созып айтты. Ал Айғанымның көзі шарасынан шығардай болып: Сіз маған аға болады екенсіз ғой, аға, деп кейін шегіне берді. Ғашықтық Жүсіптің есін алды. Айғанымның өз руласы екенін білсе де одан бас тарта алмады. Оған деген сезімі күннен күнге өршіп, жанына жай таптырмай қойды. Айғанымға біз әлдеқашан 7 ата түгілі 14 атадан асып кеткен екенбіз. Көрде тұр, әкемді көндіремін. Сенің әкеңнің алдынан өтеді. Біз қосыламыз деп сендірді. Айғаным да Жүсіпке ғашық еді. Ол қасына тұрса да жоқ болса да егіліп жылай беретін. Жүсіп екеуін айырып жіберетін де қарақат көзі жәудіреп іштей қайғы жұтатын. Көп кешікпей-ақ екі ғашықтың тоғайда оңаша кездесіп жүргенін естіген Айғанымның ағалары Жүсіпке: "Қарындасымыздан аулақ жүр, әйтпесе мерт боласың", деп ескертті. Жүсіптің әке-шешесінің ол кезде көзі тірі. Ұлының рулас қызбен кездесіп жүргенін естіген күні-ақ әкесі егіс басына төгіп жеткен болатын. Есіктен кірген бойда алаңсыз отырған Жүсіпті жон арқасынан қамшымен тартып жіберіп: "Иттің ғана баласы, сен не бүлдіріп жүрсің? Қыз құрып қалғандай рулас қарындасыңа қырындап жүргенің қалай? Тоқтат жүрісіңді. Мені елге қарап етейін демесең. Біздің ру бір-бірімен ешқашан қыз алыспайды. Осымен сөз бітті. Жоғалт көзіңді", деген әкесі. Жүсіп әкесін жақсы білемін деуші еді. Әкесінің қатты ашуланғанын, қаһарланып кеткенін көрген осы. Әкесіне еш сөз қайтара алмай жүрегі өртене үйінен шықты. Анасы сыртта жылап тұр екен. Мұны көріп: "Аламай, бір нәрсеге ұрынып қалмашы. Ұмыт жол қызды. Қыз көп қой. Анау десең көкеңнің қызы бар, шынында бой жетіп отыр. Әп-әдемі. Мақұл десең құда түсейік", деп бауырына басты. "Апау, мені түсінші. Маған Айғанымнан басқа ешкім керек емес. 7 атадан кейін қыз алысуға болады екен ғой. Мен сұрастырып білдім. Боз бие сояды екен. Ал біз тіпті 14 атадан әлдеқашан асып кеткенбіз. Бізге үйленуге рұқсат берсін. Айтшы әкеме. Айғанымның әкесіне барсын", деді Жүсіп. "Бос сөзді қой. Айғанымды ала алмайсың. Енді ашуыңа тие берсең, әкең сені ұрып өлтіріп қояды. Болмаса ел арасы бүлінеді. Бізді жерге қаратпа балам. Айғаным да бір үйдің бетіне қараған жалғыз қыз екен. Сүйекке таңба түсіресіңдер. Қанша жақсы көрсеңдер де ақылға келіңдер", деп анасы Жүсіпті алған бетінен қайтармаққа бекінді. Не керек? Сол түні әке-шешесі ұлдарын ортаға алып уәдесін алды. "Қойдым, ұмытамын Айғанымды. Тек ертең соңғы рет оған жолығып бәрін түсіндірейін. Мені кінәламасын", деді Жүсіп. Айғанымды соңғы рет көріп қоштасамын деген Жүсіп одан бас тарта алмады. Ғашықтық дертіне шалдыққан екі жас тоғайда кездесіп бірге қашып кетпекші болып жоспар құрды. Бұл хабар Айғанымның әкесінің ілгеріне де жетеді. Ашу-ыза кернеген олар екі ғашықты күшпен айырады да Жүсіп бас көз демей тепкінің астына алады. "Әсіресе сені желпілдетіп жүрген мына жерің ғой, біржола сағыңды сындырайық", деп әбден құтырып көздері қанталаған жігіттер екі жұмыртқасын езіп тастайды. Жүсіп есін ауруханада бір-ақ жинаған. Қайта-қайта операция жасалынып өзі әупірімдеп зорға тірі қалған еді. Кейіннен дәрігерлер болған жайды айтып өкініш білдірді. Жүсіп ешкімге көз жасын көрсетпей еңіреп жылады. Енді Айғанымсыз өмір сүрудің керегі қанша? Оның үстіне еркек болмасам деп өкірген. Уақыт ұлы емші екен. Содан бері қаншама жыл өтті. Бұл әлі тірі жүр. Айғаным бүгінде ұл қыз өсіріп немере сүйіп отыр. Жүсіптің қиын жағдайға ұшырағанына сол кездері Айғаным да қатты қиналған. Өзін әкесіз еріксіз ұзатқанда жүрегі қан жылаған.
Жұрттан Жүсіптің халін естіп көкірегі шерге толып егілетін. Жүсіптің ешкіммен сөйлеспей томағы тұйық болып төсекке таңылып жатып қалғанын естіген соң Айғаным өзінің бір суретін, орамалын, хатын Жүсіпке беріп жіберген. Сонда ғана жүрегінде жылылық оянған Жүсіп: «Айғаным, мені ұмытпаған екен ғой», деп бері қарап тәуір бола бастайды. Әлгі альбомдағы Назгүлдің қайта-қайта қарап жүргені Айғанымның сол суреті. Орамалды да, хатты да Жүсіп жасырын жерге тығып қойған. Айғанымнан басқаны да сүйген де емес, кейде іші толып ән де айтады. Ғашықтық жайлы әндер айтқанда Жүсіптің даусында діріл пайда болады. Іштегі сағыныш, мұң бәрі әнмен бірге сыртқа шығады. Мұндайда жұрт: «Қайтсын енді, Жүсіп Зылихасын іздеп жатыр ғой», дейді. Ал шындығында Жүсіп Айғанымын іздейді. Сүйген әлдеқашан біреудің жары болып кетсе де, сол баяғы жігіт кездегідей оны аңсап көргісі келеді. Бірақ Жүсіп қанша қиналса да Айғаным бар жерге аяқ басқан емес. Хабарын тек сыртта естиді, қайғысына күйінеді, қуанышқа сүйінеді. Жасына жас қосылған сайын өзінің рулас қарындасына ғашық болған. Сол үшін сүйегіне таңба түсіп, таяқ жегені жанын жегідей жейтін болды. Өзі де ел ағасы жасқа келсе де үлкендер отырған жерде батып сөз айта алмай шегіншектей беретін. Жүсіптің осылай қиналып жүргенін Айғанымның қарт әкесі де көретін. Жүсіптің өмір бойы қызын ғана сүйіп жалғыз қалғаны жанына да батушы еді. Қайтыс боларының алдында қарт көп ойланды. Құпияны ашқан жөн бе жоқ па? Көп ойланған қария ақыры Жүсіпті шақыртқан. Айғанымның әкесі нашарлап, дем жетпей қиналып жатыр екен. Мұны көргенде тамағы қарғылып, үзіп-үзіп зорға сөйледі: «Жақын отыр, шырағым. Ажал алқымыңнан алғанда пенде байғұс біреуге жасаған қиянатын ойлап аласұрады екен. Біз де саған қиянат жасадық, өміріңді өксіттік. Шындықты сол кезде айтқанда сен Айғанымға қосылар едің. Себебі Айғаным сенің рулас қарындасың емес, ол менің қарындасымның қызы. Әйелім ұзақ уақыт бала көтере алмай жүрген соң, қарындасымның аяғы ауыр кезінде қасында болып, Айғанымды туа салып бауырына басып еді. Бұл құпияны елім екеуміз және Айғанымның әке-шешесі 4-ақ адам біліп едік. Елден көшіп кетіп, осында қоныс аударып келген себебіміз де сол еді. Сен қызыма ынтызар болғанда балалық қой, әлі-ақ ұмытып кетер деп едім. Ақыры мынадай жағдайға душар болдық. Енді өлер шағымда екеуіңді қоспағаныма өкініп барамын. Кеш мені, қарағым». Қарттың даусы үзіліп кеткендей болды. «Кештім ата, кештім» деген Жүсіптің даусы тарғылдықтанып шықты. Іші алай-түлей өртеніп жатқандай, сыртқа шығып «Ах!» деп күрсінгенде көкірегі қарс айырылғандай болуы. Ашу өкініш өзегін өртеп тоғайға қарай жүгірді. Арада 40 жыл өтсе де Айғаныммен кездескен жерін ұмытқан емес. Тура сол жерге барып ағыл-тегіл жылады. Жасым келгенде қарындасыма ғашық болған қарабет болып, еңсемді көтер алмай жүр едім. Бүгінгі естігенім өтірік пе шын ба? Қарындасым болмасаң қосылуымызға да болады екен-ау. Бізді айырған, мені мәңгілік мүгедек еткен адамдарға не деймін? Лағнет айтайын ба? Осылай деген Жүсіп теңселіп кетті. Ол үйіне қас қарая бірақ айтты. Ауылға жақындай бергенде ой бауырымдаған азалы дауысты естіді. Айғанымның әкесі Бақиға аттанған екен-ау. Қой, барып көңіл айтайын деген Жүсіп қаралы үйге бармаққа кері бұрылды. Оның бар ойы Айғанымды көру еді. Әлдеқашан бәйбіше болған Айғаным мұның жүрегіне мәңгілік жас қалпында қалған. Әкесін жоқтап аңырап отырған Айғаныммен бұл да көрісті. Айғанымды көргенде Жүсіптің жүрегі езіліп кеткендей болды. Қолы жетпей қалған ғашығының әжім торлаған жүзіне қарап еңкілдеп жылады. Өзін қорлыққа душар еткен адамның қазасы үшін Жүсіп неге соншалық жылап жатыр деп жұрт қатты таңданған. Олар Жүсіптің жүрегінің өкініштен тілім-тілім болып жатқанын қайдан білсін. Тек бір адамды ғана сүйіп ғұмыр бойы жалғыз өтуі мұның маңдайына жазылған екен ғой. Жұрт не десе де ақ босағасын Айғаным аттамағаннан кейін басқа адамға бұл үйде орында жоқ. Әйелі жоқ үйдің егесі Жүсіп жалғыздықтан қорықпайды. Жалғыздық оның жан досына айналғалы қашан. Жалғыз жатады, жалғыз тұрады. Жүсіптің жалғыз қалуына кім кінәлі, кім? Фатима Жүнісова.